Сәлем достар, каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен сатылымға шығаратын өте керемет үлпілдеген оригинал булочкалардың рецептімен бөлісетін боламын. Әрі булочка жасаудың неше түрлі формасын көрсететін боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Пайдалы болған болса, достарыңызбен бөлісіп қойсаңыздар болады. Ең алдымен жылы суымызға қант және ашытқымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып болғаннан соң бетін жауып 10 минутқа қойып қоямыз. Бұл бізде апара осы ашытқымыз көтерілуі тиіс. Ендігі кезекте басқа бір ыдысқа жылы сүтімізді құямыз және де қантымызды қосып, барлығын жақсылап қант ерігенге дейін араластырып аламыз. Достар, барлық заттың мөлшерін төменде описание бөліміне жазып қалдырамын. Сол жерден қарасаңыздар болады. Барлығы граммен жазылған. Енді жұмыртқа қосамыз. Менде бұл жерде 2 жұмыртқаның сары уызы және де 2 бүтіндей жұмыртқа. Осы жұмыртқамызды қосып, артынша ерітілген сары майымызды да қосамыз. Және де міндетті түрде тұз саламыз. Және жаңағы дайын болған апарамызды, яғни ашытқы қосылған апарамызды қосып, барлығын біркелкі етіп араластырып аламыз. Әрине жақсылап араластырып алғаннан соң алдын ала 53-тен өткізілген ұнымызды аз-аздан бөле-бөле отыра қосып, жұмсақ қолға жабысатындай қамыр илейміз. Барлық заттың мөлшері төменде жазылған. Ұнды тым мөлшерден көп артық қоспаңыздар. Біздің қамыр осылай қолға жабысып тұруы тиіс. Қамырымызды жақсылап илеп алғаннан соң қамырдың бетін жауып 1 сағатқа көтерілгенше жылы жерге қойып қоямыз. Мінекей достар, менің қамырым өте керемет болып көтерілді. Шамамен 1-1,5 сағатқа қойып қоясыздар. Жақсылап бетіндегі целлофанын алып тастап, қамырды ыдыстан түсірер алдын кішкене қолыңызды майлап алыңыз. Өйткені қолыңызға жабысып қалуы мүмкін. Қамырымызды жақсылап түсіріп алғаннан соң қамырды қолымызды майлап бөлшектерге бөлетін боламыз. Біздің қамыр өте жұмсақ болғандықтан осылай өзі қолмен қысқанда бөлініп кететін болады. Қамырды бөлшектерге бөліп алғаннан соң әрбір қамырды дөңгелек формаға келтіріп аламыз. Барлық қамырымызды осылай әдемілеп дөңгелетіп алғаннан соң енді булочка жасауға кірісетін боламыз. Ең алдымен көрсететін үлгім осылай қамырды қолмен созып аламыз да, осылай ортасынан бір кіргізіп байлап аламыз. Өте оңай жасалады. Видеода көптеген булочка жасаудың үлгісімен бөлісетін боламын. Сондықтан асықпай барлығын қарап алыңыздар. Құрметті менің көрермендерім, егер видео рецептілерім пайдалы болып жатқан болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып қойсаңыздар, мен қуанып қаламын. Егер видео ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіп қойсаңыздар болады. Ал каналыма жаңадан келген көрермен болсаңыз, міндетті түрде подписация батырмасын басып, каналға тіркеліп алыңыздар. Өйткені көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Өте оңай, үйде бар қарапайым заттардан дайындалатын өте пайдалы рецепттерді менің каналымнан таба аласыздар. Достар, булочка жасау барысында мен 10 шақты үлгісін көрсеттім. Сондықтан да барлық жерін мұқият қараңыздар. Мак қосылып жасалатын, құмшекер қосылып жасалады, және де вареная сгущенкамен жасалатын, және булочка жасаудың әртүрлі формаларын көрсеттім. Сондықтан да асықпай мұқият қараңыздар. Достар, бұл булочканың рецепті оригинал булочканың рецепттерінің бірі болып саналады. Көптеген булочка жасап, үйіңіздің жанындағы дүкендерге сатылымға шығарсаңыздар болады. Енді барлығын дұрыс мөлшермен жасайтын болсаңыздар, өте жұмсақ, үлпілдеген, дәмі де өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер.
Ендігі кезекте вареный сгущенка қосылып жасалатын форманы көрсететін боламын. Қамырды оқтаумен осылай жайып алып, бір шетін осылай пышақпен кесіп алып, екінші шетіне вареный сгущенка салып, жақсылап қысып басып шығамыз да, осылай орап аламыз. Мінекей біздің әдемі формамыз дайын. Достар, булочкиді жасау барысында ең маңыздысы қамырды жұмсақ қылып илейсіздер, және міндетті түрде сол жұмсақ қамырдың иін жақсылап қандырыңыздар. Жақсылап илеп иін қандырып алыңыздар. Мінекей достар, мен булочкилардың барлығын жасап болдым. Енді дайын булочкилардың бетін осылай целлофанмен жауып, жарты сағатқа қалдырамыз. Жарты сағат ішінде булочкиларымыз осылай өте керемет болып көтеріледі. Содан соң жұмыртқаның саруызын жағып, алдын ала қызып тұрған 180 градус пеште қызарғанша пісіріп алатын боласыздар. Ас болсын достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Қараңыздаршы, менің булочкиларым өте керемет болып пісіп шықты. Мамықтай жұмсақ, ауызға салса ерейтіндей, міндетті түрде жасап көріңіздер. Өкінбейсіздер. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Анаргүл Мұхтарқызы. Каналымда келесі шығатын рецепттерді жіберіп алмас үшін міндетті түрде тіркеліп, лайк басып қоюды ұмытпаңыздар. Ал егер көп адам көруіне себепші болам десеңіз, өз достарыңызбен видеоны бөлісіп қойсаңыздар болады. Назарларыңызға көп рахмет.